Endi bizga 490 bas qoldi. Bugungi sababda sizlar 490 ning birinchi taqvimi yurasizlar. Qanday kesamiz? Qo'ya boshlaymiz. Endi eng birinchi bog'lar bank boshqarmasidan biri men sizga bag'olab qarayman. Bu bag'olab qarayman o'tiramiz. Ya'ni majburiy o'qishni atish yo'liga, o'zining atish yo'liga. So'zim bir deb turgancha men qanday sraf qo'yaman, topsima beraman, javob bersangiz, qanday misol topsima sraf javob bo'lsa, o'zingiz o'qiyotib desin. Ya'ni topsimalar haqida deskriptor qo'yib chiqib turadi. Ya'ni qanday topsima o'rnatib, necha ball beradigan bog'lar aniq turadi. To'g'ri. Yani agar tugatsangiz meni chaqirib so'rab olinglar. Eng birinchi bojani ati jo'yingizni yozib qo'yasizlar. Olasiz bo'lasizlar. So'ngdan belsenga turga qatsizlar. Eng birinchi men sababni boshqarmasi bilan to'pqa bo'linmaydi. Biz hozir sizlarga bu ikki to'pqa bo'lyapmiz. Kelib, üstüne urok üstüne başlarınızda özünü kurtarmış şartını işte bulurken çıkayınızdır. Her şey üstüne basayın. Sen birinci topsun. Ta birinci top. Na televiziya aşakka, ikinci top da bu kompüter жаққа кетесіздер. Кезекпен кезек. Кезекпен кезек. Өздері топтары бара алыңыздар. Кеп қатар баспаңыздар, ортада тұрыңыздар. Бір оқушы басып қойған тұрыңыздар. Екінші топ. Бірінші топ терезе бағытта, екінші топ мына жерге қойыңыздар. Тез-тез дәптерлеріңізге кітап, дәптер аламыз, сумка қала берсін. Сумкалар қала берсін, сосын аласыз. Aynanası balaklarım, zihinlerin kırdı yaşılsın, oyların geriye olsun. Бүгінгі сабақта зейіндерім тек сабақта болсын, артық нәрсемен айналыспаймыз. Жақсы оқушылар. Енді бүгін біздің сабақ қандай деп ойлайсыңдар? Сабақты Aynaların balak. анықталады. Яғни бізде қазір дүрбі әдіс арқылы сабақтың тақырыбын анықталамыз. Мына дүрбінің артында сабақтың тақырыбы жазылған. Мұқият қарап отырыңыздар, жақсы ма? Сілтемелер, дұрыстап. Яғни бүгінгі сабақта біз нұсқамалар және сілтемелер деген тақырыппен танысамыз. Жалпы сіздер деген нұсқама, сілтеме деген ұғымдарды естіп көрдіңіздер ме? Сіздерде осындай бір ой келді ма? Неге біздегі белгілі бір құжаттар қараған кезде оның түсі көп болып тұрады, кейбір жазулар түсі көп болып тұрады. Мұғалім сабақ берілген жатқан кезде бір фотоның үстіне бассаңыздар, видео шығарады автомат түрде. Сондай ой келді ме? Мынаны қалай жасады екен деген ой болды ма? Болды. Яғни осының барлығын нұсқама, сілтеме деген ұғымдардың көмегімен жасайды. Яғни ашыңыздар күн жарымдары, яғни сағымдарды сілтемелер нұсқамалар. Тез-тез жазғаныңыз оқушылар отырмайды, жақсы ма? Бүгін үшінші сәуір. Ең алдымен сілтеме дегеніміз не? Оны қалай қоямыз? Ол бойынша видеоны қаралаймыз. Ең басын қоямыз. Сілтемелер сілтеме сыныптасында сілтемелер носки тақтасы орналасқан. Сілтемені кірістіру үшін құжаттағы сілтеме беретін объектінің түрін ерекшелеп алу керек.
Сонымен бірге сол беттің соңында көлденең шекара сызықты нөмірленген түсіндірме жазу аймағы пайда болады. Қажетті түсіндірмені сілтеме нөмірі бойынша сол аймаққа қоямыз. Соңғы сілтемені кірістіру үшін ставить концевую сноску батырмасын пайдалану керек. Сноски сұхбаттасу терезесі арқылы кірістірілетін сілтеме құжаттағы орналасу мен нөмірлеу тәсілдерін басқаруға болады. Терезелері титрлі ғана емес, кез келген басқа да таңбаларда болуы мүмкін. Егер жай сілтеменің мәні көп болса, Microsoft Word оны келесі бетке көшіреді. Показать сноски сілтемелерді және соңғы сілтемелерді көру үшін құжат мәні бойынша қозғала отырып көрсетеді. Диск литературы тобындағы командаларды пайдаланған дұрыс. Бұл сілтемелер қай программада жасалады бұл сілтемелер? Word мәтінді редактор, яғни мәтінді іздеген кезде осы сілтемелерді қоюға болады екен. Ссылки нет өзімізде. Сілтемеде сонымен қатар сізде кітаптар мазмұны дейін бар. Кітаптың атын мазмұны не үшін қажет? Кітаптың атын мазмұны не үшін қажет? Мазмұндан не білесіздер? Кітаптың қай тақырып неште бет екенін білу бар ма? Яғни осы ссылки бөлімінде мына объявление деген бар, оның мазмұны, яғни белгілі бір құжат, ең көлемді құжатты жазған кезде соның мазмұнын жазу үшін объявление қолданылады. Яғни мазмұн жазсақ, мына мысалы сілтемелер тақырыбы бізде қай бетте тұр екен? 122. Кітаптың атына мазмұнына қарап, сол 122-ші беттен артта сол бетті ашуға болады. Ал егер мазмұны жоқ болса, бізге тақырыпты тауып қиын ба? Қиын. Сұрақтарыңыз бар ма? Түсінді ме? Енді түсінгеніміз бойынша сілтемелер деген анықтамасы 122-ші бетте қарады. Сілтеме керекті парақты немесе суретті екінші құжатқа, бір сайттан екінші бір сайтқа, немесе осы сайттың бір бөлігіне апаратын элементтер. Анықтаманы таптық па? Соны тез тәжірибе жасау. Сосын ары қарай практика жұмысына барамыз. Таптық қой, иә? Тез жазылады. Сөзі топтық, жоқтық, жеке жұмыс бар. Атаулар, элементтер тобы болып табылады. Енді сілтемелердің несі бар? Аразақ сілтемелер несі? Кестесі. Microsoft Word документінде мәтіндік құжатында сілтемелер туралы өтеміз. Енді қазір сіздерге жұптық жұмыс беріледі. Жұптық жұмыс өздеріңіз қасыңыздағы жұппен бірге жұмыс жасаймыз. Мысалы сіздерге мына бүгінгі аптадайы сөзін Абай Құнанбаевтың сіздерге өмір баяндардың шығармаларын берді. Әрбір екі топ жұпқа бөлінеміз. Сіз өзіңіз жұбыңыз тауға болады. Қазір екінші ілеспен бірге отыра қойыңыз да. Жақсы. Енді маған сұрақ сіздерге қазір артында дискриптілер бар да. Оқыдыңыз, мәтінді оқиыншы. Абайдың несі деп өтеміздер? Жоқ, Абайдың өмір баяны. Жақсы. Екіншісін не деп айтуға болады? Жақсы. Шығармашылығы деп айтуға болады. Үшіншісі? Бүгінгі тақырыпқа байланысты? Жоқ. Дұрыс айтасың. Еңбек қорлығына байланысты 3 бөлімге бөлігі болады. Қазір жұппен бірге компьютерға отырамыз. Мына жерде әрбір компьютерға дискреттерге қарап жұмыстанамыз. Мәтінді жұппен. Бала енді қараңыздар. Жұмыс үстелінде Абай деген бар. Документте Абай.
қолмен ручная. Сосын үшінші стамес. Қолмен. Аха, дұрыс. Аха, дұрыс. Соған енді мына әрбір бөлім жаздым ғой мен сіздерге балалар айтып кеттім ғой әрбір бөлім. Соны жасаңыз ссылкаға барамыз ғой. Аха, дұрыс. Ссылкаға барамыз. Артын дұрыстап салмайды ма? Аха. Сосын қайда барамыз бағана? Мазмұн. Жақсы. Үшіншісін басамыз. Аха. Сосын жоғары көтереміз. Аха, мына жерге жазамыз абайдың. Үш бөлікке саламыз дейік балалар. Үш бөлікке. Ананы кетіп соға болады. Уровень абайдың несі. Аха. Я екісін, ана, уровень үш бөліміз. Аха. Енді жоғарғы қояз. Сұрақлаумен үшінші. Дұрыс. Аха, жарайсың. Екі қолмен балалар. Иығымызды салдырамыз, бәріміз аяғымызды жинаймыз. Аха. Мына алға қойыңыз үшінші стамесіне. Кері барамыз. Аха, кері барамыз. Жақсы. Кім болды? Жақсы. Енді мына 1-2-3 қалдырасыңдар да. Абайдың несі біріншісі. Ең баян, ең ұсынады. Дұрыс. Аха. Кетіп қаларыз. Ручная несін, үшінші несін. Бірінші нұсқама қоятын сөзден кейін үш жерге мына сөзді жазасын, міне түсініктемесін жазасын. Мынаны жазасын. Планетаның алғашқы ғарышкері. Екі қолмен жазамыз. Жақсы. Оқпа бірінші абзацты теріп. Оны қазір нұсқама қойғанда шығады. Абай болды. Қосар. Қосар Мединаға барып все қояды. Жақсар. Қайсар кімге көмектесші? Болды. Енді әрбір сөз қоятын сөздің үйрегі дайын шыққанды содан кейін қой. Мына басамыз. Медина жасады. Керемет. Жақсы. Енді ғана біз айтып бірінші қай сөзден кейін шыққанды қоямыз. Енді біз қайда басамыз? Ссылка деген бөлімге басамыз. Жақсы, біреу жасадым ғой, болды жай. Так, көрдім, айқайламаймыз. Так, қазір бағалы бағана біздер айттық, иә? Екі орнымызға қайтып келуімізге болады. Бағалы бағана өзімізге баға қоямыз. Медина. Кәдімгідей баға қоямыз.
Молодец, керемет. Барлық тапсырманы түгелдей орындап болыпты. Жақсы, сіздің жоқ қолдана алдыңыз. Өзіңізге жаңа дискреттерде көрсетілгендей 4 балдан қойып шығыңыз. Ары қарай тапсырмалар орындай қойайық. Тақта қарайық. Бұл жерде сіздерге анықтама берілген, және ол мысалы сұрақ немесе жауап болуы мүмкін, анықтама немесе термин болуы мүмкін, иә? Яғни екі карточканы таңдап, дұрыс жауабымен таңдауымыз керек. Анықтамасы болуы мүмкін. Бексұлтан келе ғой, бірінші қол көтерген. Алмасор. Апай, не шығады? Келе ғой мақсат. От тез келеміз. Нұсқама неше бөлімнен тұрады? 2 бөлімнен. Молодец, өзіңе 1 балл қоя аласың. Келесі, кім шыққысы келеді? Мысалға, MS Word дегеніміз не? Microsoft Word дегеніміз не? Мына жерде оның жауабы болуы мүмкін. Әдемі келе ғой. Соның жауабын қандай аласың? Өте тамаша, өзіңе балл қоя аласың. Келесі. Азайған сайын оңайырақ қой, тапсырмалы орында сұрақтар азайған. Келе ғой. Әсемай. Соңғы нұсқама, молодец, бүгінгі тақырыбымызды кім? Рүстем келе ғой. Қарапайым нұсқама. Апай, дұрыстап оқимыз. Ой, молодец, керемет. Беш қасын тек. Өте тез-тез. Молодец, өйстіп өзіңе 1 балл қойып. Жақсы, қалай түсінгеніңіздің көрсеткіші деп білемін. Жақсы. Сабағымыздың соңына да таяп қалдық. Мынандай сізге кері байланыс күтеміз сізден. Яғни мұқият қараңыз. Бір топтан ақылдасып, бүгінгі сабақта үйренген бір жаңа сөз, бүгінгі сабақтан сіздің есте қалған бір сөйлем, толық сөйлем, білесіз ғой сөйлем. Және сабақтан кейін сіз қайталай алатын бір әрекет, осыны маған айта қойыңыз. Топпен ақылдасаңыз, мына қағаздың артына жазуыңызға болады, ұмытып қалам десеңіз, содан кейін топтан бір оқушы оны айта қоюға болады. Мына жаза қойыңыз, келіңіз. Қыздар. Яғни сіз жазасыңыз, бірінші бүгінгі сабақта үйренген бір жаңа сөзіңізді жазасыңыз, одан кейін сабақ барысында сіздің есіңізде қалған бір сөйлемді жазасыңыз, және сабақтан кейін қайсы әрекетті сіз күнделікті өмірде қайталай аласыз. Не мәселе қарсы? Ал онда сіз екеуіңіз бөлек жаздыңыз, сіз бөлек жаздыңыз. Егер сізге дәптеріңізге жазуыңызға болады. Бексұлтан, сен өзің онда бөлек айтқың келіп тұр ма? Өз ойыңды. Сіздерге сонымен мазмұн дегеніміз не? Сілтемелердің неше батырмасы бар? Сілтемелердің неше батырмасы бар? Екі қандай нұсқамалар және жақсы, жақсы. Мәтіндік құжат дегеніміз не? Сілтеме дегеніміз не? Кітаптан оқып беріп маған. Сілтеме дегеніміз. Жақсы оқи ғой. Сілтеме дегеніміз не? Сілтеме керекті парақты немесе бір бөлігіне апаратын элемент керекті парақты көру үшін соған сәйкес сілтемені тінтулермен шертсеңдер болғаны сілтемелі сәйкес сілтеме бір объектіден екінші объектіге бірден ауысу үшін яғни программа мен екінші программа байланысын ұйымдастыру. Бүгінгі балалар, бүгінгі үй тапсырмасы оқулықты оқып келу, және үй тапсырмасы 126 беттегі үй тапсырмасы. Дәптеріңізді ашып жазайық, 126 беттегі үй тапсырмасы. Енді балалар, 126 беттегі үй тапсырмасы. Енді балалар,
мына өздеріңізді алдыңыздағы бағалау парағында мына жердегі өздеріңізді ат жөндеріңізді тауып аламыз да бағалап кетеміз. Ильяс қандай? Зину, Онға дейін болады. мында 10-ға дейін. Өзіміз келіп бағалаймыз. Жақсы, Ильяс қандай сіз бағалайсыз? Шаға қойыңыз. Өзіміз келіп өзіңізде бағалаймыз. Мына баса қойыңыз. Жарайсыз. Келесі кезек оқушылар. Жақсы, жарайсыз. Балалар, келеміз кезек оқушылар. Өзіміз бағалаймыз балалар. Бағалаймыз. Неге? Жақсы. Жақсы. Кезек қалар үшін бағаламада атты. Расул. Жақсы, келесі. Өздеріңіз бағалауыз. Бүгін сабақта болады. Жақсы, келесі. Расул, Мейіржан, Юрий. Жақсы. Нұрай мен Санжан. Жақсы. Жарайсыз. Балалар, бүгінгі сіздерге көп рахмет. Енді бүгінгі үй тапсырмасы 126 беттегі үй тапсырмасы. Сонымен балалар, бүгінгі тақырыпты түсіндіңіздер ме? Қандай тақырып өттік біздер балалар? Сілтеме қайда? Қай уақытта болады құжатта? Орта. Қандай? Сілтеменің ішінде қандай батырмалар бар? Оглавление, нұсқамалар. Жақсы. Өте жақсы балалар. Енді сіздерге мақсатында бүгін сіздерге өте жақсы деген қатысқан үшін менің артымнан барлығыңызға беріледі. Жақсы балалар, сіздерге сау болыңыздар. Рахмет. Тапсырма бойынша, жеке тапсырма бойынша практикалық 5 балл беріледі балалар. Бәрінің мәтінді бірінші тапсырма практикалық кабинетте басталады, сол кабинетте бастап жазасыздар балалар, иә? Бірінші тапсырма деген жазбаймыз, бірден кабинетте бастап кетеміз тақырыбын. Астындағы жел болып, дискуе деп тұр ғой, бір екі деп. Оны жазбаймыз қазір. Жалпы мәтіндегі дәптердағы
нұсқамалар жаңа айтқан сілтемелер туралы біздер бүгін әңгіме айтатын боламыз сіздермен. Жақсы, біздер не біліп кетуіміз керек бұл сабақта? Бұл сабақта біздер біліп кетуіміз керек. Сілтемелер құралдарын қолдана отырып, мәтінді өңдеп, құжатты дұрыс рәсімге алып кетуіміз керек. Осы мақсатта біздер бүгін жұмыстанатын боламыз сіздермен. Ең алдымен сабақты одан сайын түсініп кету үшін бұл видеоға назар аударайық. Бүгін біз сілтемелер және нұсқамалар тақырыбын қарастырамыз. Мәтіндік редакторда реферат, ғылыми жоба және мақалалар жазу кезінде нұсқамаларды қолдану өте маңызды. Сілтемелер арқылы біз ақпараттың қайдан алынғанын көрсетеміз, яғни дереккөзді нақтылаймыз. Ал нұсқама бұл мәтінге қосымша түсіндірме беретін құрал. Ол оқырманға ақпаратты жақсырақ түсінуге көмектеседі. Бағдарламасында нұсқама қосу үшін сілтемелер бөліміне өтеміз және сноска енгізу батырмасын таңдаймыз. Осылайша нұсқамалар мәтінді түсінікті, нақты және жүйелі етеді. Түсінікті ма? Жаңа айтқан теориялық мәлімет. Сонда нұсқамалардың сілтемелердің қызметі не болды? Жаңа сілтемелерді айтасыз бәрі, бір жерден екінші жерге ауысты деп айтылады. Ал нұсқамалар қазақшасын білмейсіңдер, сноски деген естулеріңіз бар ма? Сноски деген. Мысалға келтірейік. Мысалға кітаптарында болар, кейбір кітаптарда болар, бір сөздің үстінде кішкентай ғана д деген сан тұрады. Сондай көріп көргендеріңіз бар ма? Сызықтың астында оның сипаттамасы жазылып тұрады. Мысалға сіздер информатика кітабында деп кете берсек, сол информатика деген сөздің үстіне бір деген жазу тұратын болса, оны информатика именно қандай кітап екенін айтылады да, информатика баспалары көп қой қазір бізде. Бір сыныпта неше түрлі кітап ұстап отыруларыңыз мүмкін да. Сол именно қай кітаптан алынғаны туралы сіздерге нұсқама беріп кетеді, яғни толық анықтама беріп кетеді. Сол сіздерге нұсқамалар деп аталады. Сол түсіндірме деген видео бар. Сол видеоны қарай отырып, екінші компьютеріңізға дәл сол әрекетті қайталап орындайсыздар ма? Жай отыра қойшы. Көріп тұру үшін. Кім болды? Қаламды қойып, екі қолыңызды партаға қоя қойыңыз, мен көрейін. Кім болды екен? Өте керемет Наргиз. Молодец. Шаңдай бірінші бітірген екен. Аяғы бірінші бітірген екен. Енді оқулықпен жұмыс оқушыларды зерттеп, оқулығымыздың 125-ші бетті ашып, компьютерде орындайық деген тапсырманы компьютерге отырып, жаңағы мәтіндік редакторды ашып, интернеттен өзіңізге танымал үш әкімді алып, соған осы тапсырманы жасайық. Мына жерде компьютермен мәтінмен жұмыс жасайсыз, оған нұсқама қоясыз. Жаңағы 2 балл. Өздеріңіздің бағалау парақтарыңызда 2 деп сосын саласыз жасаған жұмыстарыңыз. Үш танымал ақынды. Мынаны
Şu olsun, 2 olsun diye sağlıyor. Buna koy. Endi kitobda mana shu sijildi. Topshirmasi belgilab bo'lsa, referat jasab kel degan siyaqda. Shunda o'sha ссылка nusxamalarda qo'llanib bo'ladi. O'sha ссылкаning ishida mana ko'rib turibdi, ставить сноску degan ko'rib turibdi. O'sha ставить ссылку сноску. Misolga men bitib yozaman. Birga qaytalab elektron qog'oz, informatika deb yozib bo'lsam, bir so'zni endi men o'sha nusxama berib ketkim kelib turibdi. Егер qaraymiz, birga respublika so'zini tushuntirib yozayvergan bo'lsa, ставить сноску bosatib bo'lsak, ne chiqdi menga? Qayda chiqdi? Qayda chiqdi? Qayda chiqdi? Ужаттым. Mana eng so'ngida chiqdi-da, men o'zim bir sifat qancha yozib berdim deb istagan desingizki, keltiruv qayda bizning metodlarda? Backspace. Backspace жаңа bir necha sifrni olib borib, bizga uni keltirib chiqarsak, bizning nusxamamiz ketib qoldi. Endi dal o'sha so'zga men borib, ставить сноску deb bossam, ne bo'ldi? Nusxamamiz qayda tushdi? Ya, bu matnning asli ustida, mana qayda tushdi? Ужастым asli ustida, al bu Главное ошибки. Hayır, niye koydunuz babalar? Arabayı niye koydunuz? Sırtime koydunuz. Жақсы отыра қоясыз. Сонда нұсқаманы қалай қояды екенбіз? Развернуть етеміз. Үдерді қойып аламыз, сосын Копировать какой? Мышканы оң жағына басып, копировать басып тұрып, копировать какой деп сосын жаққа істейміз. Ой, молодец. Тек қана немен жасаймыз? Саусақпен жасаймыз. Бірінші бір саусақпен жасаймыз, сосын барып екі саусақпен.
қандай? Келе алмайсыз. Сымбат бересіз ба есіңіз? MS дегеніміз Microsoft. Microsoft Word мәтінін өтіп жатқан бүгінгі мәтін редактор ара. Болды. Апай келе алмайсыз. Қалғанымыз қағазда белгілей берейік, қазір тексереміз. Ой, молодец. Сіздің сілтеме дұрыс па? Сноски не ол? Ой, молодец, жарайсыз, тамаша. Так. Қарапайым аяқталған не ол? Қандай аяқталған түрлері ше? Жоқ. Апайда екеуі нұсқалған түрлері. Так, соңғысы біреу қалды енді бір сіз келе аласыз. Гауһар. Тез. Ой, молодец. Тексере қояйық. Бәрі бізде осындай ма? Дұрыс. Қарап шыға қояйық. Орын алған кезде кішкене әртүрлі жюри әртүрлі бағалағандықтан сіздер күтпегендей нәтиже болуы мүмкін. Грамота. Облыстық сапалы білім, сапалы сабақтан ашық сабақтар шеруі байқауында креативті сабақ номинациясы бойынша Сырым ауданы Қадыр Мырзалиев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің информатика пәні мұғалімі Елепаева Саида Қожабергеновна марапатталады. Келесі аталым идеялар шебері номинациясы бойынша Шыңғырлау ауданы Қылышев атындағы жалпы орта білім беретін мектеп Баймұқан Мөлдір Жалғасқызы марапатталады. Бұл номинацияның иегері жаңа айтып өткендей, мен бұл кісіден орын күтіп едім, сабағына қатысқан кезде өте жоғары бағалап едім. Дегенмен әр Әділғазы өзінің ойын еркін білдіргендіктен жаңашыл педагог номинация аталымымен Орал қаласы нөмірінші 40-шы жалпы орта білім беретін мектебі Қазиханова Индира Бисенбаевна марапатталады. Келесі сөз кезегін облыстық білім беруді ақпараттандыру және жобалау орталығының директоры Бержанов Ақан Мәлікұлына береміз. Құрметті әріптестер, енді бүгінгі облыстық байқау сапалы білім, сапалы сабақтан атты облыстық іс-шараға барлықтарыңызды қош келіп жатсыздар. Бүгін міне өзім бір жағдайларға байланысты сіздердің ашу салтанаттарыңызға келген жоқпын. Енді мына жабылуына келіп жатырмын. Енді осындай жабылуына келіп сіздерді марапаттау мен үшін үлкен мәртебе. Енді құрметті осы информатика пәні мұғалімдері, сонымен қатар сіздерді осы жерге дейін жетелеп келген біздің ауданымыздағы әдіскерлерге осы рахмет айтамын. Онымен қоса осы облыстық байқауға осы жерде іріктеліп ең үздіктің үздіктері келіп отыр. Дұрыс айтып отырмын ғой, да? Облыстағы үздіктің үздіктері өзіміз үшін қол шапалақ қағып қояйық. Сіздер жеңімпаз деп барлықтарыңызды мен санаймын. Енді біздерде бүгінгі облыстық іс-шарамыз екі бөлімнен тұрды. Біреуі педагогикалық панорамада, идеялар панорамасы, екінші біздің ашық сабақтар шеруі. Түрлі идеяларымызбен оқыту процесінде, сонымен қатар тәрбие процесінде пайдаланып жүрген түрлі технологияларыңыз, стартап жобаларыңыз, инновациялық
былай айтқанда идеяларыңыздың барлығын келіп осы облыстық деңгейде ортаға салып жатырсыздар. Сонымен қатар ол жобаларды, ол стартап жобаларды ары қарай жетілдіріп, түрлі сабақ процесінде балалардың қызығушылықтарын арттыру мақсатында, сонымен қатар құзыреттіліктерін арттыру мақсатында соны пайдаланып жүрсіздер. Енді мұғалімнің жалпы міндеті ол сабақ беру. Сабақты енді қазіргі таңда білесіздер, біздің балаларымыздың сабақ түсіндіру кезінде олардың қызығушылықтарын арттыру мұғалімдер үшін оңай емес. Өзім мектепте сабақ бергендіктен бұрын сонда сабаққа кіргеннен бастап ең бірінші сабақтың кіріспесі немесе сол өткен сабақты бүгінгі сабақпен байланыстыру, пәнаралық байланыс. Одан кейін кіріспені қалай бастаймын сабақ процесі кезінде. Оның өзі де бір ойландыратын мәселе. Одан кейін осы сабақ басталар алдында оқушыларды топқа бөлу, онымен қоса жұптық жұмысты ұйымдастыру, жеке жұмысты ұйымдастыру, топтық жұмысты ұйымдастыру, бұл жерде үлкен, былай айтқанда, шығармашылық сіздердің әдістемелеріңіз көрінеді. Онымен технологияларды сабақ процесінде қолданамын деген сұрақтар туындайды. Оның ішінде қазір сіздердің ең негізгі маңызды нәрсе бұл жасанды интеллект технологиясын пайдалану. Түрлі платформалар сабақ процесі кезінде. Қалай мен балаларды қызықтырып топқа бөле аламын? Қалай мен осы сабақ процесінде академиялық адалдықты сақтай аламын? Сонымен қатар топтық жұмыс кезінде қалыс қалып қойған балаларды қалай осы топқа қоса аламын деген бірнеше, былай айтқанда, осы 40-45 минут уақытта сондай үлкен дайындықты талап етеді. Онымен қоса кері байланыс соңында сабақтың рефлексия дейді. Рефлексияны қалай ұйымдастырамын? Балалар толықса менің сабағымды түсінді ме? Барлығын ұйымдастыру ол сіздердің үлкен шығармашылық, былай айтқанда, тәжірибелеріңізді мен есептеймін. Қатар осы дайындық болды балалармен, да? Осы балалардың жаңадан көрген, жаңадан қауышқан балаларыңызбен олардың жүректерінен жол табу, оларды өздеріңізге, былай айтқанда, жақындатып алу, оның өзі де сіздердің белсенділіктеріңіздің белгісі. Енді ол ашық сабаққа дайындалуда бір үлкен өнер. Өзім 3 жыл қатарынан республикалық деңгейде осы үздік педагогтар дайындаған болатын. Мен сол координатор болдым. Астана қаласына дейін осы 2-3 педагог бардым. Бір педагогым алынмай қалды. 2 педагогты апарған кезде 2 педагогтың бүкіл материалдарын дайындаған. Оның дейтін сабақ процесіндегі барлық материалдар. Ол ашық сабақ беру деген шыны керек оңай нәрсе емес. Сондықтан да құрметті әріптестер, осы ашық сабақ процесі кезінде сабақ беру, тәрбие салаларын ұйымдастыру кезінде сіздер ең үздік технологияларды пайдаландыңыздар. Енді осы сабақ процесін өткізу кезінде сіздерге ерекше баға берген, сонымен қатар сіздердің білімдеріңізді, теориялық білімдеріңізді, практикалық білімдеріңізді, пәнаралық байланыстарыңызды, онымен қоса балалардың ғылыми жаратылыстану сауаттылықтарыңыздың барлығын ажырата отырып, сіздерге баға берген осы жердегі Әділқазылар алқасына мен алғысымды айтқым келеді. Сол үшін осы Әділқазылар алқасына қол шапалақтап қойса, бұл кісілер шыны керек біреудің еңбегін бағалау оңай нәрсе емес. Таңертеңнен кешке дейін кімге берсем екен, қалай етсем, бұның әдістемесі жақсы болды, бұның жасанды интеллект технологиясын жиі пайдаланды деген сияқты бірнеше сұрақтар, кейістер пайда болады. Осымен енді облыстық шарамыз өз мәресіне жетіп жатыр. Енді марапаттау сәтіне кедергі берейік. Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы 3-ші дәрежелі дипломмен облыстық сапалы білім сапалы сабақтан ашық сабақтар шеруінің жүлдегері Бәйтерек ауданы Новинком оқу бөлімдік мектеп есебін артыншытың Қосаман қызы марапатталады. Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы 3-ші дәрежелі дипломмен осындай мәтінде Жаңақала ауданы
Мендешев атындағы жалпы орта білім беру мектебінің Қарасақова Айнұр Бауыржанқызын марапаттаймыз. Марапатымыз құтты болсын. Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы 2-ші дәрежелі дипломмен Қаратөбе ауданы Жұмашев атындағы Қаратөбе мектеп гимназиясы Идейлова Мейрамгүл Сабыровна марапатталды. Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы 2-ші дәрежелі дипломмен Теректі ауданы Подсепный 2-ші жалпы білім беретін мектебі Төлепова Құралай Арманқызы марапатталды. Бұл енді ерекше марапат болайын деп тұр. Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы 1-ші дәрежелі дипломмен облыстық сапалы білім сапалы сабақтан ашық сабақтар шеруінің жүлдегері Ақжайық ауданы Жаңабұлақ жалпы білім беретін мектебінің Ерғалиева Назгүл Еркінғалиқызы марапатталды. Марапатымыз құтты болсын. Енді құрметті әріптестер, баршаңызға көп рахмет. Енді сіздерді соңында айтқым келетіні, осы біздің облысымызда 600-ге тарта информатика пәні мұғалімдері бар. Сонымен қоса біздің осы 12 ауданымыздың әдіскері бар, қаламыздың әдіскерлері бар. Осы сіздердің алдарыңызда, осы информатика пәні мұғалімдерінің алдарында, осы өзіңіздің ауданымыздың қаламыздың әдіскерлеріне мен алғысымды айтқым келеді. Ол кісілерге қолшақтап қойсаңыздар, себебі сіздерді осы әдістемелік сүйемелдеу жасап, сіздерге қолдау көрсетіп, әрдайым да сіздердің жандарыңыздан табылып жүрген осы біздің информатика пәнінің әдіскерлері. Онымен қоса біздің осы Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының облыстық білім беру ақпараттандыру жобалау орталығы сіздерді әрдайым да қолдауға дайын әріптестер. Алғыс хатпен облыстық білім беруді ақпараттандыру жобалау орталығының алғыс хаты облыстық сапалы білім сапалы сабақтан ашық сабақтар шеру байқауына қолдау көрсеткен үшін Орал қаласы Асан Тайманов атындағы нөмір 34-ші мектеп гимназиясының ұжымына алғыс білдіреміз. Алғыс хатпен осындай мәтінде біздерге осындай панорамалық хаб, сонымен қатар ашық сабақтар хабын ұйымдастыруға қолдау көрсеткен орта қалыптастырған Орал қаласының нөмірі 9-ші жалпы білім беретін мектебінің ұжымына алғыс білдіремін. Баршаңызға көп рахмет, марапаттарыңыз құтты болсын. Бүгінгі байқаудың қатысушыларына рахмет айта отырып, жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Облыстық